Бәріңе сәлем достар, бүгінгі видеода біз батыр слайм жасайтын боламыз. Ендеше кеттік. Ең бірінші бізге осындай глина керек болады, бірақ та ол бізде осындай кішкене қатып қалыпты. Кешірім сұраймын. Осындай болыпты. Енді осыны кішкентайлап қана отырып қосатын боламыз. Бізде осындай белый дом деген клей. Жартысын құрттым уже слаймдарға. Бірінші осы клейімізді қосып аламыз. Неге клейімізді құйып алғаннан кейін кішкене араластыратын боламыз. Кішкене қалаларыңыз бойынша су қоссаңыздар болады, бірақ мен үстіне шампунь құйып жатырмын. Шампуньға су қосқан болатынмын. Солай. Осыны жақсылап араластырып аласыздар. Одан кейін осындай глиналарды кішкентайлап отырып қосасыздар. Глиналарды араластырған сайын ол өзі қоюлана бастайды. Дәл осы қоюлана бастайды. Маған негізінде көбінесе осындай батыр слаймдар ұнайды, өйткені ол қолға жабыспайды және де ыдысында тұрғанда еріп кетпейді. Кейбір слаймдар ыдысында тұрса да еріп кетеді. Осылай көп уақыт араластыра бересіздер, өзі нәтижесін береді. Кішкене қатыңқырай бастайды. Тағы да ақырындап қоса бастайсыздар. Қазір мен сіздерге осы дұрыстап араластырып болғаннан кейін көрсететін боламын. Достар, мінекей осындай түрі өзгеріп, кішкене қатая бастады. Осылай кішкене. Осындай борная кислота қосам ба деп ойладым, бірақ та бұны борная кислотасыз да загущать етсек болады. Неге осындай өзінен өзі осылай қатая бастайды, пластилиннің арқасында. Араластыра береміз, тағы да қоса береміз. Кішкене қатайғанша дұрыстап. Мінекей. Дауыстар көбінесе шықпай қалып жатса, ренжімеңіздер. Видеода редактировать етіп жатқаннан кейін осылай болып жатыр. Достар, қараңыздар, осындай күшті слайм шықты. Батыр слайм. Қараңыздар, шыққандай күшті созып отыр. Маған осындай батыр слайм ұнайды. Кейбіреу клейді көп қосады, бірақ мен клейді аз қосамын. Сіздерге бұл видео ұнаса, лайк басып, маған подписать етіп кетіңіздер және де сау болыңыздар.